Сәлем, сіздермен Әсия. Осындай жұмсақ болып шоколадтың иісі аңқып тұратын шоколадный маффины, яғни кекстер жасаймыз. Менімен бірге жасаңыздар. Видеоның соңына дейін қарап, каналға тіркеліңіздер. Алдымен құрғақ заттарды араластырып аламыз. Алдын ала електен өткізген ұнның үстіне разрыхитель және 3 ас қасық какао салып, барлығын араластырамыз. Енді бөлек табамызға бір жұмыртқаны жарып, үстіне қантты салып, венчиктің көмегімен араластырамыз. Оның үстіне сұйық май және айран қосып, барлығын бір келке етіп араластырамыз. Сұйық массамыздың үстіне құрғақ заттарды 2 бөлікке бөліп, жеке-жеке венчиктің көмегімен жақсылап араластырамыз. Сонда кекстердің ортасы піскен кезде жұмсақ, әрі жақсы көтеріледі, әрі десе какаоның түсі қанығырақ болып шығады. Бұл кекстің ортасына қалауларыңыз бойынша өрік, мейіз, орео печеньесі немесе шоколад қоссаңыздар да болады. Қосу міндетті емес, қоспай да жасап көріңіздер. Ал мен қазақстанский шоколадты майдалап турап қосып араластырдым. Енді кексті формасына саламыз. Менде осындай қағаз формалар. Әрқайсысына 1 ас қасықтан қамырды құйып шықтым. Менде 18 штук кекс шықты. Одан соң алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста 25-30 минут пісіреміз. Міне бізде маффиндер дайын болды. Шоколадтың дәмі шығып, какаоның иісі аңқып, керемет жұмсақ болып шығады. Сіздер де осы рецептпен міндетті түрде жасап көріңіздер. Басқа да видеолар жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар.